Қайырлы күн, менің есім Маржан Дүйсенәліқызы. Санеева компаниясының қазіргі таңда лидер дәрежесіндегі серіктесі болып келемін. Мен өзім ең алғашқы рет 2018 жылы 15 наурызда тіркелген болатынмын. Бұл бизнеске мен табыс табу үшін келдім. Қазіргі таңда бүткіл Қазақстан бойынша 4000-ға жуық серіктестерім бар. Соның ішінде бірінші жүйемде бір лидер, бір жоғары менеджер бір дәрежелі серіктесім және 2 консультант дәрежесіндегі серіктестерім бар. 2 жылдың ішінде мен тапқан табысым 2019 жылы 3,5 миллион табыс таптым бір жылдың ішінде, және одан бөлек сыйлық ретінде 300 мың теңге ақшалай және 400 мың теңге саяхатқа тегін жолдамасын ақшалай алдым. 2020 жылы бір жылдың ішінде менің табысым 5,5 миллион теңге құрады және одан бөлек лидер дәрежесін жапқаныма 1 миллион теңге ақшалай сыйақысын алдым. Енді бұл жетістікке мен қалай жеттім? Әрине, ең бірінші ол менің мақсатым айқындалған. Екіншіден, компания президенті Роза Қожахметқызының жетектеуінің арқасында және осы жүйедегі беріліп жатқан бүкіл білім сабақтарда мен үздіксіз қалдырмай қатыстым. Ең бірінші мен арман мақсат қоюды Роза Қожахметқызының арқасында үйрендім және ой құпия сабақтарына үзбей қатысудың арқасында ойымды бизнес мышление, былай айтқанда бизнес ойлауды үйрендім, план құруды, жоспармен жүруді үйрендім, дұрыс мақсат қойып, сол бағытта ауытқымай жұмыс істеуді үйрендім. Және өзімнің ойымды түрлі сырттан келетін негативті дейді, былайша айтқанда жаман ойлардан ойымды, мақсатымды бұзбауды сол Роза Қожахметқызының сабағына қатысу арқасында үйрендім. Енді қазіргі таңда осы қойып отқан алдыма жоспарым бір жылдың ішінде 2 дәреже жабу, яғни наурыз айында директор дәрежесін жауып 2,5 миллион теңге ақшалай сыйақымды алу және желтоқсан айында сильвер дәрежесін жауып компанияның акционері болу. Айлық табысымды бір айда 5 миллион теңгеге көтергім келіп жатыр. Енді сол бағытта мен қандай құралдарды қолданып жатырмын? Әрине, келген әрбір серіктестің бірінші арман мақсатын айқындаймын. Екіншіден, біздегі берілген компаниядағы жүйеге қатыстырам. Ол қандай жүйе? Ой құпиясы әр сенбі күні болатын сабағымыз және Біржан мырзаның бизнесті дұрыс пайдалану сабақтарына қатысу арқасында және өзімнің жетектеуімнің арман мақсат қойдырып, екінші оны жоспармен жүріп, ойды таза ұстап, сосын мақсатқа жету жолында келетін кедергілерден қалай өту керекенін үйретемін. Мінекей осы қойып отқан мақсаттарыма қазіргі таңда тынбай жұмыстанудамын. Не үшін мен Санеева компаниясын таңдадым? Ең біріншіден, бұл жерде әділдік бар. Екіншіден, бұл жерде жүйе бар, дайын. Үшіншіден, бұл жерде табысқа жету өте оңай. Және ауызбіршілік, мейірім, махаббат бар. Адамдарға келген кезде қарым-қатынас өте жақсы. Мен өзім ізімнен келе жатқан ізбасар лидерларымды осы табысты алып, алдағы мақсаттарына жетсе деген армандарым бар. Соларға қазір жүйелі түрде жұмыс жасап жатырмын.